ағайындарыңыз, ұстаздар, мына студенттерді көріп қуанып отырмыз. Жалпы адамның жанына рухани әлем керек. Адамға мысалы былай ғой, өмірде былай айтсақ болады. Құс ұшу үшін қос қанат керек. Ол екі қанаты болмаса көкте ұша алмайды. Ал адам баласына да сонда екі қанат керек. Өмір сүру үшін екі қанат керек. Біреусі оған тамақ керек, киім керек, баспана керек, мінетін көлік керек. Бұл заттық дүние. Бұл бір қанаты. Екінші, адамға ішкі мәдениет, ішкі руханият керек. Ішкі руханият неден келеді? Ол кітаптан келеді, ата-анадан келеді, ұстаздан келеді, кітаптан келеді. Мынау өмірден келетін бай. Ол көзге көрінбейді. Ал бірінші қанаты көзге көрініп жүреді. Қандай киім киіп жүргені, қандай көлік мініп жүргені көрінеді. Бірақ мына руханият әлемі көзге көрінбейді. Бірақ көзге көрінбегенмен руханият әлем сенің кім екеніңді көрсетеді. Сенің мінген көлігің, сенің ұстаған жаңағы сотыбың, сенің кім екеніңді көрсетпейді. Ол формасы ғана. Ал сенің кім екеніңді көрсететіні ішкі мәдениетің, ішкі руханиятының, ішкі оқыған, ата-анадан үйренген өнегің, ұстаздардан үйренген білімің, және мына кітаптан алған білімің. Бұны мен неге айтып жатырмын дегенде, Мұқағали бізге не үшін керек? Мұқағали бізге ішкі руханият әлеміміздің, біздің нағыз бай болып өмір сүруіміз үшін, руханият әлеміндегі телегей теңіз Мұқағали керек. Мұқағалиды ақындар ғана оқу шарт емес. Мұқағали, мысалы қазақта былай дейді, Абай қазақтың ақылы, Мұқағали қазақтың сезімі. Осындай даналық сөз бар. Абайды оқымай ақылды бола алмайсың. Мұқағалиды оқымай сезім әлемінің не екенін түсінбейсің. Мұқағали өлеңін жаңа осы жерде оқып жатқан студенттер өзі оқып отыр, өзі толқып жылап отыр. Өзі іште жаңағы өзіне тежей алмай отыр. Неге? Мұқағали өлеңді жазғанда жазайын деп ол сөздерді қиыстырып, сөздерді ұйқастырып, үйе салған ақын емес. Мұқағали өлеңді жазғанда сезім әлеміне өтіп кетеді. Сезім әлемі ол Мұқағали адамның жанын жазады. Мұқағали адамның ішкі жан дүниесін жазады. Мұқағалидың қайсы бір өлеңін оқысаң, өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықта десе, шын ба? Шын. Неменеңе жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келмесінің кемесіне, бірі күтіп әнекей жағада тұр. Шын ба? Шын. Кем дүние төсіңдаш мен келемін, алынбаған еншім бар сенде менің, бұйрат құмдар бұйығып шөлдегенім, бура бұлттар бусанып терлегенім, аспаныңдай кей сәтте күрсінемін, жасталыңдай жауқазын бүршігедім, кем дүние керемет қалыбыңмен, жүрек болып кеудеме кіршіменің. Байтақ ел балауса тау бозаң далам, секілді бәрі менен көз алмаған, кең дүние кендетсең сыбағамнан, шырылдаған сәбидей мазаңдалам дейді. Мұқағали қайсы өлеңді жазса да, қандай өлең жазса да, ол осындай сезім әлеміне батып тұрып, тереңіне сүңгіп тұрып өлең жазған. Мұқағали өзіңнің жаның. Мұқағали сен, Мұқағали мен, Мұқағали кеудеміздегі соғып тұрған жүрек. Мұқағалиды кез келген жерде оқысаң рахаттанасың. Мұқағали жырын оқысаң демаласың. Тойда, дастархан басында Мұқағалиды оқысаң мәртебең көтеріледі. Мұқағали неге? Құдайдың жаратқан сондай бір мықты феномен, бір таланты, ол таланты. Мұқағалидің мемлекет мысалы бізге бүйтіп айтқан жоқ. Мұқағалидың жырын оқуға арнайы бір күнді мемлекет белгілеген жоқ. Мұқағалиға арнаулы мемлекеттік мереке жоқ. Бірақ мен осы ес білгелі келе жатқанда Мұқағалиды туған күні мемлекеттің бір датасына айланып кеткен да. Оны жоғары жақ приказ шығарса да шығармаса да мектеп, колледж, университет, қоғамдық ұйымдар барлығы Мұқағалидың туған күні келгенде міндетті түрде кеш өткізеді. Міндетті түрде оқиды. Енді биыл не үшін? Биыл Мұқағалидың 90 жылдығы. Бұны мемлекет белгіледі. Бірақ биыл бұған бұдан кейін де Мұқағалидың жырлары оқыла береді. Мұқағали айтты, мен бүгінгі заманның құрдасымын дейді. Келесі ғасырдың да құрдасы болам дейді. Мен туралы естеліктер жазылады дейді. Мен одан кейінгі ғасырдың да құрдасы болуы мүмкін дейді. Неге? Ол басқа әлемді жазған жоқ. Ол адамның жан дүниесін, жан әлемін жазды. Енді Мұқағали осы табысқа қалай жетті дегенде Мұқағали туралы ұзақ сөйлей беруге болады. Бірақ сіздерге керекті бірақ жерін айтайын. Мұқағали 17 жасында
10 сыныпты бітірді. 10 сыныпты бітірді, Казгуге келді, заң факультетіне түсті. Заң факультетіне түсіп оқиын деп еді, өмір, тіршілік, жоқшылық, кіріптарлық, мұқтаждық. Мұқағалиды оқыта алмады, бір үйдің үлкен баласы. Ауылға жарты жыл оққаннан кейін Қарасызға қайтып кетті. Мұқағали бір жылдан кейін Инязға келіп тапсырды. Абылай Хан атындағы Әлем тілдері университетіне келіп тапсырды. Неміс тіліне тапсырды. Өтті. Жарты жыл оқыды, оқи алмады. Жарты жыл оқи алмады. Неге? Арт жағында өзінің артында өсіп келе жатқан інілері болды, қарындастары болды, кәрі шеше әжесі болды, өзінің шешесі болды. Өмірдің қыспақтары оның ары қарай оқуын жалғастыруға мүмкіндік болмады. Инязды Әлем тілдері университетін тастап ауылға кетті. Мұқағалидың анау автограф деген өлеңінде бар, мен немісше де білем деген сөзді айтылады. Ол Инязда неміс оққан. Кейін Мұқағали 30 жастан асып, радиоға келіп жұмыс істеп, Қазақстан Жазушылар одағында жұмыс істеп, Егемен Қазақстанда жұмыс істеп, сөйтіп жүрген кезде бұның талантына үлкен құрметпен қараған Қазақстан Жазушылар одағы оны Мәскеуге Максим Горький атындағы әдебиет институтына жіберді. 6 ай оқыды. 6 ай, Сергей, болдым ғой осы күнде, менде сендей деп 6 айдан кейін оқи алмай қайтты Мәскеуден. Өмір, Мұқағалидың дипломы жоқ. Мұқағалидың не колледж бітірген диплом жоқ, не университет бітірген диплом жоқ, не бір ғылым кандидаты немесе ғылым доктор деп қорғаған диплом жоқ. Өмір ол кісіге сондай бір өте тағдырлы болды, өте қиын болды тағдыры. Оқи алмады. Бірақ оқи алмағанмен бүгінгі таңда Мұқағали күллі диплом алған ақындардың төбесінде тұр да. Абайдан кейін кімді айтасың деген, әрине ақындар көп енді. Менің өзім жеке көз қарасым ғой. Абайдан кейін көз алдыңа кім келеді? Мұқағали келеді да. Бұл ғажайып, бұл ғажайып. Дипломы жоқ болса да. Бірақ Мұқағали мінде осындай дүние еді. Енді осы биіктерге қалай жетті дегенде былай. Ол 10 сынып бітіргенше күллі қазақ әдебиеті мен орыс әдебиетін оқып қойыпты. 10 класс бітіргенде дейді, Қоржынтам үйінде дейді, жерден жиналған кітап төбеге дейін бір келеге бірақ кітаптармен былай төбеге тіреліп тұратын еді. Сонда ол кітап оқи берген. Кітап оқыған. Өмірдің қиындығын көрді, сөйтсе де кітап оқып жүрді. Оның мықтылығы сол. Мына жаңағы Казгуге оқи алмай қайта ауылға барғысы не істейді дегенде, өзі 10 сыныпты бітіре салып, өзінің келе жатқан 9-10 сыныптарға орыс тілінен сабақ берген. Нарынқол деген район, Райымбек деген район, анау Қарасай деген ауыл түкпірде. Орысы жоқ бір ауыл. Сөйте тұра орыс тілінен сабақ берді. Неге? Ол өзі үйреніп алған. Ол өзі үйренген. Сонан кейін Мұқағали кейін Лашинмен үйленді, Лашинмен 19 жасында үйленді. Содан Лашиннің бірге туған ағасы Мәскеуде оқып жатыр екен, Әзімжанов деген ағасы. Сол кісіден сұрапты, маған сізден басқа ештеңе керек емес, маған Мәскеуден кітап жіберіңіз дейді. Сонда жаңа кітап жібере береді Қарасызға. Сонда ең соңында бұл 30 жасына дейін қазақ әдебиетінде, орыс әдебиетінде түк қоймай оқып алған. Оның соңғы 30 жылдан кейінгі қалған 15 жылдық өмірі 30 жасқа дейінгі үйренгені, оқығаны, ішкені жаңағы, мына ғылымды ішкені. Соныменен ол өмір сүрді. Не бар 45 жас өмір сүрді. Осыдан 45 жылдың алдында 1976 жыл дүниеден өтіп кетті. Бұл нені түсіндіреді дегенде Мұқағали феномен, Мұқағали тағдыр, Мұқағали мақтанышымыз. Ол Абай қазақтың ақыны болса, Мұқағали сезімі. Адам ақылсыз өмір сүре алмайды, адам сезімсіз өмір сүре алмайды. Ал Мұқағали жырын оқу бізге қанат бітіреді, шабыт бітіреді. Мұқағали біздің ұлтымыздың мақтанышы. Мұқағали біздің руханият әлеміміздің бір қазынасы. Одан том кітаптар қалды. Мұқағали туралы ұзақ айтуға болады. Сіздердің мына бүгінгі ұйымдастырып отырған шараларыңызға ризамыз. Оқушылардың жан әлемін көрдік, сезімдерін көрдік. Сіздердің колледждеріңіз заманның талабына сай жұмыс істеп жатқан колледж. Дүниеде туризм бірінші орынға шығып бара жатыр, сервис бірінші орынға шығып бара жатыр. Осы жақтан Қазақстан ашылмаған арал сияқты туризм саласында. Қазақстанның болашағы сіздер арқылы көтеріледі. Қос қанаттарыңыз мықты болсын, болашақтарыңыз нұрлы болсын. Рахмет.